Күннен күнге қала кейпі өзгеруде. Бұл мақсатта коммуналдық қызметтер тынымсыз еңбек етіп келеді. Қажетсіз қоршаулар сырып тасталып, кейбір жарнамалар кәсіпкерлердің күшімен алынуда. Я как гражданин города Петропавловска. Мен Петропавл қаласының тұрғынымын. Менің нысаным Мир көшесінде орналасқан. Ол арнайы қоршаумен жан-жақты қапталған. Бізде оны алып тастауға бел будық. Себебі қала кейпі басты назарда болуы шарт. Кәсіпкер мамыр айына дейін қоршауды алып тастауға сөз берді. Осылайша Петропавлдың тағы бір учаскесі таза әрі көз тартымды кейіпке енбек. Жаңа нелерге ауыстырған дұрыс қой негізі. Қаламызға жақсы болмаса, өзімізге өмір сүруге жақсы болмаса, басқа несі болмайды ешқандай. Я считаю, что нужно поправить рекламу, сделать красиво, чтобы люди видели. Город очень хорошо преображается. Это, конечно, вид портит весь, потому что магазин-то многолюдный, людей ходит очень много. Айта кеткен жөн, қажетсіз жарнамалар да бұл жерден сырылады. Қатар тізілген дүкендердің баннерлері алынады, ал сауда орындарының атаулары түзеліп, қала көркіне сән берілмекші.